қадірменді көрермендер, біздің саясат газеті қазіргі таңда халықпен кездесу үшін Тельман мөлтек ауданына келген болатын. Сыпырғанаты Спатай көшесі бойында Абдрахман мешітінің алдында. Жағдайда мынандай жағдай болып жатыр. Қазіргі таңда мына Абдрахман мешітінің алдында Сыпырғанаты көшесінде көше қандай еді? Сыпырғанаты осы мынау Спатаев. Сыпырғанаты көшесі, Спатаев көшесінің қиылысында дәл мынандай авария жағдай болып отыр. Қазір халықтың бәрі келіп жатқан мәселесінің басты мәселесінің бірі мына жерге светофор керек. Мынау пешеходтың өзі Кері айналманы арырақ жүрісті бар. Көз алдымызда болып жатқан жағдайды біз көрсетіп отырмыз. Қазіргі таңда мына машина уже жарамайды. Көріп тұрсыздар, дәл осындай жағдайда бұл жерде бірнеше авариялар болады. Адам шығыны болып жатыр. Осы мәселені міндетті түрде құрметті Мұрат Дүйсенбекұлы осы мәселені көтеріп, осы жерге светофор айналма жолды дұрыстап, одан кейін мына жақтағы аялдаманы жылжыту керек. Дұрыстап, жылжытып істеп берсеңіз, халықтың көтеріп жатқан мәселесі осы болып тұр. Дәл қазір осы жерден 51-ші мектепке оқушылар өтеді. Берек тұрыңыз. 51-ші мектепке оқушылар өтеді дәл мына жерден. Ал одан бөлек мына жерде Абдрахман ата мешіті тұр. Жұма намазында бұл жерде өте қиын жағдайлар жиі орын алады.